Сәлем достар. Адам баласы дүниеге келген кезден бастап өзінің өмірлік рөлі басталады. Мамандықты таңдау деген өз тағдырын таңдау деген сияқты үлкен жауапкершілікке ие. Ең бірінші ата-ана баласынан үлкен үміт күтіп бақса келе баласының қабілетіне қарай мамандық таңдайды. Екіншіден, оның бауырлары, ата-анасы, ұстаздары мен достары және де бір белгілі тұлғалар қызығушылықтарын оятады. Және де бұл өзінің өмірлік мақсатына айналады. Үшіншіден, өскен кезде қандай мамандық иесі болатынын жоспарлап, өзінің жүрек қалауына жақын таңдайды. Ал қазір мен сіздерге болашағы бар мамандықтарды айтып, олардың кемшіліктері мен жақсы жақтарын айтатын боламын. Дәрігер. Дәрігерлер өте керемет мамандық иелері. Олар өте үлкен жауапкершілікке ие, яғни адам өміріне жауап береді. Дәрігер мамандығының ішінде де көптеген салалар бар. Бұл мамандық болашақта да, қазір де өте қажет. Сондықтан да мен бұл мамандық иесі болған жақсы деп ойлаймын. Бірақ бұл мамандық өте үлкен ақылдылық пен батылдықты талап етеді. Себебі бұл мамандық кез келген нәрсеге қадағалауды талап етеді. Сәл қателік жіберсеңіз, адам өміріне қауіп төнуі мүмкін. IT мамандары немесе программистер. Бұл мамандық иелері өте сұранысқа ие, әрі өте бағалы болып келеді. Олар қазіргі кезде де және болашақта да өте қажет мамандық болады. Себебі заман дамыған сайын компьютерлер де дамып келеді. IT мамандығының ішінде өте көп сала бар. Сондықтан да мен бұл мамандықты таңдаған дұрыс деп ойлаймын. Мұғалімдер. Мұғалімдер керемет мамандық иелері. Мұғалімдер олар барлық мамандық иелерін тәрбиелейтін жалғыз мамандық. Бұл мамандықтың да жауапкершілігі зор. Егер мұғалім барынша дұрыс тәрбие бере білсе, білім бере білсе, онда жақсы мамандық иелері шығады. Сондықтан да мұғалім мамандығын таңдау өте жақсы таңдау болады. Құрылысшылар. Барлығымыз білетін үлкен сәулеттер, үйлер және де көптеген ғимараттар осы құрылысшылардың қолынан салынады. Осы құрылысшылардың арқасында біз қазір өте әдемі қалаларда, ауылдарда және аудандарда да тұрып жатырмыз. Дегенмен, құрылыс саласы өте қауіпті. Биікке шығасың, көптеген қауіпті құралдар қолданасың, және керекті заттар аяғыңа немесе қолыңа түсіп кетсе, өте қауіпті болады. Дегенмен құрылысшылар жақсы мамандық. Сондықтан мен құрылыс саласын таңдаған адам өкінбейді деп ойлаймын. Мінекей, осымен тәмәм достар. Барлығымыз жақсылықта кездесе берейік.